Сәлеметсіздер ме, құрметті менің көрермендерім, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін күріш ботқасын дайындайтын боламын. Бұл тағамды жаңадан дайындап үйреніп жатқан жастар үшін. Менің тағамды дайындау тәсілім, егер де сіздерге ұнаса, төменге пікір жазыңыздар, және де каналға тіркеліп алсаңыздар болады. Күнде жаңа рецепттер салынып жатыр. Бұл әсіресе балалардың өте жақсы көріп сүйіп жейтін тағамы. Ол үшін алдымен қазанды отқа қоямыз да су құямыз. Бұл жерде енді мен өз отбасыма лайықтап дайындап жатырмын. Сіздер аз дайындасаңыздар да болады. Егерде көп қажет болса, көлемін үлкейте бересіздер. Төменге рецептісін жазып қоятын боламын описаниеге. Енді қазанға осы кішкентай шай ішетін кесемен 8 кесе су құямыз. Негізі мен былайша көз мөлшермен дайындап жасаймын. Бұл жерде енді жаңа үйреніп жатқан жастарға түсінікті болу үшін кесемен өлшеп көрсетіп жатырмын. Күріштен осындай жаңағы суды өлшеген кесемен, кішкентай кесемен 2,5 кесе күріш аламыз. 8 кесе су, 2,5 кесе күріш. Суды отқа қойып қайнағанын күтеміз. Оған дейін күрішімізді жуып тазалап аламыз. Мен күрішті жуып тазалап алдым. Енді күрішті қайнап жатқан суға саламыз. Күрішті салып, дереу қозғау керек, бір-біріне жабысып қалмау керек күріштер. Осылай түбінен қозғаймыз. Енді қақпағын жауып, қайнағанын күтеміз. Күріш қайнады, енді оттың астын пәсейтеміз. Жай отта қайнатамыз. Міне суы тартылды. Күріштің пісуіне шамалы ғана уақыт қалды. Енді осының үстіне сүт құямыз. Осы жаңағы өлшеген кесемен 8 кесе сүт құйдым. Оттың астын көтереміз сүтті қайнағанша. Міне осындай сұйық болады. Дәміне қарай тұз саламыз. Мен жарты ас қасық тұз салдым. Және де жарты кесе сұйық май құйдым. Енді араластырамыз. Осылай аз ғана сұйық май құйып жіберсеңіздер, күріш ботқасы өте керемет дәмді болып шығады. Арасында осылай астын қозғап тұрамыз, түбі жабысып қалмау керек. Енді қақпағын жауып, сүттің қайнағанын күтеміз. Міне сүт қайнады. Оттың астын пәсейтіп қоямыз, жайқып қоямыз. Қатты болып кетпесін, түбі күймеу керек ешқандай. Арасында өстіп түбін қозғап тұрамыз. Міне күріш ботқасы осындай қоюлықта болу керек. Сүті аздап тартылды. Күріш пісті. Тағам дайын болды күріш ботқасы. Сіздер де осы тәсілмен дайындап көріңіздер. Ұнайды деген ойдамын. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Осылай тарелкаға салып, бетіне аздап сары май салып жейсіздер. Ас болсын.